Кенбаев Мақсат Кенжебекұлы осы Сәтбаев университетінде геология және мұнай-газ ісі институтының геологиялық түсіру, пайдалы қазба кен орындарын іздеу және барлау кафедрасының қауымдастырылған профессорымын. Енді ғылым жолына қалай келгенім енді кішкене ұзақтау, бірақ қызық. Айтып өтсем, ғылымға деген менде қызығушылық ол мектеп қабырғасында басталды десем болады. 10-шы сыныпта оқып жүргенде сонда кіші ғылыми жұмыс деген болатын мектепте оқып жүргенде. Соған өзімнің туған өлкем Төле би ауданының пайдалы қазбалар деген тақырыпта ғылыми жұмыс жасаған болатынмын. Соны қорғап, облыс көлемінде бірінші орын алғанмын. Сөйтіп, Мұхтар Әуезов университетіне грант берген. Сонымен қуанып, барлығы бітпей, оқуды бітірмей, мектепті бітірмей грант ұтып алдың деп. Бірақ менің өзімнің іштегі арманым ол Алматыда оқу болатын. Содан кейін ұбт-ға дайындалмай грант ұтып алдым деді ғой, енді дайындалмай қойсаң болады деп жатыр. Бірақ мен ұбт-ға дайындалып, осы Алматыға оқуға ниеттеніп, ұбт-ны жақсы тапсырып, осы Алматыға келдім. Алматыда одан кейін университеттердің барлығын қарап шықтым. Қандай университетте осындай пайдалы қазбалармен байланысты мамандық бар екенін осы Сәтбаев университетінен таптым. Сөйтіп, осында геология мамандығына грантпен оқуға түстім. Содан кейін енді ары қарай мектеп қабырғасында басталса, енді ары қарай осы университет қабырғасында керемет студенттік кездер болды. Біз енді геологияда бізде далалық практикалар бар. Қаратауда, Қапшағайда өткердік. Барлығын жақсы өткізіп, мектептегі қызығушылығым осы пайдалы қазбаларға деген осында университетті ары қарай жалғасын тапты. Содан кейін 3-ші курстан кейін бізді өндірістік практика болды. Сол өндірістік практикада Ақтөбеге жіберді. Ақтөбедегі Марганец кен орнында жұмыс жасап, сонымен Марганец кен орнында жүріп, практика, әрі практикадан кейін бізге айлық төледі. Сол айлықты алып, кәдімгідей ақша төлеп, қызығып, одан ары қарай мамандыққа деген қызығушылық арта берді. Ол кісілер айтты бірден, 4-ші курстан кейін келсең, ары қарай бізге осында жұмысқа тұра берсеңіздер болады деп. Университет бітіріп, бірден сол жаққа қарай жұмысқа, 1 жыл сол өндірісте жұмыс. Ақтөбеде, Хромтау жақта, Бершігөл жағында 2 кен орын болды. 1 кен орында іздеу жұмыстары, 1 кен орында өндіру жұмыстары болды. Марганец кен орындары. Сол жерде жүріп, мектеп қабырғасында менің өзімнің ауданның бізде Ленгір көмір кен орны деген бар. Сол көмір кен орны, мрамор кен орны, сол кен орындардың тарихы, ашылу, олардың кімдер ашқан, қандай тұрғындарға қандай пайдасы бар деген сонда қызығушылықтан басталды. Содан кейін мына жерде енді уже Марганец кен орны ол қалай пайда болады, жер бетіне шығып жатыр, көрініп жатыр, олар қандай геологиялық процестер әсер етеді. Осындай сұрақтардың барлығы мені қызықтырды. Сонда өндірісте 1 жыл жұмыс жасап жүріп, мен осындағы университеттегі мұғалімдерім магистратураға оқуға ұсыныс тастады, ұсыныстарын айтты. Содан кейін мен енді өзім жағындай сұрақтар, әрдайым сол сұрақтар жүрді ойымда. Содан кейін жауабын іздеумен болдым. Содан кейін магистратураға осында келдім, тапсырып магистратураға түстім. Содан кейін осында ғылымның ордасы геологиялық ғылымдар институтына жұмысқа тұрдым, және екінші осында магистратураны оқуға түстім. Жарты күн оқуда болам, жарты күн сол геологиялық ғылымдар институтында болдым. Сол магистратурада оқып жүрген кезде бірден сол өзім Марганецте жұмыс істеп келдім. Ары қарай сол жерде қара металдар, яғни темір, Марганецпен байланысты бөлімге отдел болды. Сол бөлімге жұмысқа орналастым. Сол жерде магистрлық диссертациямды қорғадым.
Содан кейін ғылым ары қарай қызықтырып, мен ары қарай өзіне алып кете берді, тұңғиын алып кете берді. Мен қазіргі айналысып жатқан жобамның тақырыбы бұл Шу Іле ауданында пайдалы қазбалардың перспективті аудандарын анықтау мақсатында зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Дәл осы тақырыпта жас ғалым жобасын проектісін ұтып алдым. Онда ғылыми жетекшім Байбатшы Әділхан Бегділдаұлы. Сол кісінің жетекшілігімен мен бар, екеуміз осы тақырыпты зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Шу Іле ауданы бұл геологиялық тұрғыда өте бай аудандар. Жалпы енді Қазақстан өте пайдалы қазбаларға өте бай ғой барлық жерде. Сондықтан сол бай аудандардың бірі осы Шу Іле ауданы. Осы жердегі жаңағы пайдалы қазбалар перспективті аудандарын анықтап, бұйыртса осы жаңалығымызды ғылыми мақала ретінде ұсынамыз алдағы уақытта. Қазір соны зерттеу үстіндеміз. Ал енді ғылыми жаңалығыма келетін болсам, мен өзім жаңағы айтып өттім, докторлық диссертациямда сирек металдар және сирек жер элементтері жайында қорғаған болатынмын. Яғни солтүстік Қазақстандағы орналасқан кен орындардың, сондағы кен орындарда сирек жер элементтерінің орналасу формасы, яғни пішіні дейміз ғой. Пішіні және олардың үшті модельдері деген тақырыпта диссертация қорғап шыққан болатын, докторлық диссертация. Сонда енді біз темірді, марганецті, мысты көзбен көреміз, ал сирек жер элементтерін біз көзге көрінбейді олар. Олар микроскоппен көреміз, олар көзге көрінбейді. Сондықтан бірақ олар өте керек, өте маңызды пайдалы қазбалардың түрі. Соны ол мору қыртысында, мен тақырыбым бойынша мору қыртысында олар қандай пішінде орналасады, қандай фракцияда, ол жеңіл фракцияда орналасады ма, ауыр фракцияда орналасады ма сол кен орындарда. Соны анықтау болатын мен тақырыбым, сол ғылыми жаңалығым және оның үшті модельдері. Енді модель қазіргі таңда мынау технологияның дамуына байланысты кез келген кен орындарының үшті модельдер жасалады, кеңістіктегі үшті модельдер. Міне осы жайында болатын менің ғылыми жаңалығым. Жаңағы айтып өткен сирек металдар, сирек жер элементтері бұл біздің ел үшін, жалпы дүниежүзі үшін қазір өте актуалды тақырып десем болады. Себебі біз қазіргі мынау өзіміздің күнделікті қолда ұстап жүрген смартфондарымыз, ноутбук, компьютерлеріміз, гаджеттеріміз, күнделікті үйде қолданылатын тұрмыстық техникаларымыз барлығының ішіндегі микросхемалар, осы микросхемаларға осы сирек жер элементтері, сирек металдар қосылады. Өйткені олар жылдам тоқ өткізу керек болады, жылдам жұмыс істеу керек. Оның жаңағы осындай қасиеттерді беретін осы сирек металдар және сирек жер элементтері. Мысалға біздің Астанада экспода жаңағы үлкен шарды білесіздер, шыныдан жасалған. Сол шыныға, яғни сирек жер элементтерін қосады. Оған ол қаттылық береді. Мына Қытайда үлкен таудың екі ортасында жаңағы шыныдан көпір жасап қойып, адамдар өтіп, қорқып кейбіреулер өте алмай жатады ғой. Сол шынылар да осы сирек жер элементтерінің қоспасынсыз жасалынбайды. Оған сонда қаттылық береді. Жалпы сирек жер элементтер бұл қолданылу аясы өте кең. Бұл медицинада да қолданылады, өте техникалардың барлығында. Міне қазір енді мынау электроникасы дамыған Корея елі, Қытай, Жапония барлығына осы электрониканың ішіндегі барлық микросхемаларға осы сирек жер элементтері, сирек металдар қосылады. Сондықтан енді біздің елде бұл аталған пайдалы қазбалар түрі бар, кен орындар бар. Соларды ашып, соларды пайдалануымыз керек. Яғни жаңағы аталған мемлекеттермен терезесі тең, жаңағы экономикамыз, тереземіз тең болу керек, солармен қатар жүруіміз керек. Жалпы қазіргі жастар, мен айтар едім, өте білімді, алғыр. Осы өзім сабақ беретін студенттерімде арасынан көп байқаймын. Жаңағы ғылымға, білімге деген құлшыныстары өте жоғары студенттер бар. Енді
сол студенттерге біздің міндетіміз дұрыс жол бағыт беріп, бағыт бағдар көрсету. Әсіресе ғылым жағынан. Енді мен өзім былайша айтқанда, менің де әлі өз үйренетінім, білетінім, оқитыным да әлі өте көп. Жалпы міндетім ол өзім білген нәрсені, осы уақытқа дейін көрген нәрсені өзімнен кейін келе жатқан өскелең ұрпақтарға, студенттерге көрсету, бағыт бағдар сілтеу деп ойлаймын, міндетінің бірі. Сол жастарға осы енді қазіргі таңда мемлекетіміздің тарапынан ғылымда жастарға жақсы қолдау көрсетіп жатыр ғой. Мемлекеттік гранттық бағдарламаларда да бірнеше пайызын жастар құрау керек деп, сондағы жастар тартуымыз керек деп. Ол өте дұрыс нәрсе, себебі жастар ғылымға дұрыс бағыт бағдар көрсетсек, олардан олар бізге көп пайда келеді. Олардың жастық жалынан, олардың энергиясын осындай ғылым жолында дұрыс пайдалансақ, өте көп пайда аламыз деп ойлаймын. Сондықтан жастарға сенем. Тез қабылдайды олар. Мынау біз әлемдік экономикамыз басқа да елдермен бірдей болып жүру үшін жастар тіл жағынан болсын, технология жағынан болсын, олар тез қабылдап, тез әрекет етіп, тез жұмыс жасайды ғой. Сондықтан қалыс қалмау үшін, солармен бірдей жүру үшін жастардың осы жалынын дұрыс бағытта ғылымда пайдалануымыз керек деп ойлаймын. Енді мен өзімнің таңдауым осы геология, пайдалы қазбалар болғандықтан, осы салада менің енді жас маман ретіндегі мақсатым осы салада жақсы адам болып, жақсы маман болу. Әлемдік деңгейде жақсы маман болу. Біздің елде енді геологияның атасы бұл біз үшін Сәтбаев атамыз. Осы Сәтбаевтың салып кеткен дара жолы бізге ол үлгі, сол кісінің ізін жалғастырсақ деген ойым бар. Өзім сияқты жастарға да солай айтар едім. Осы кісінің жасаған істерін жалғастырсақ деп. Одан кейін біздің ел, Қазақстан жері пайдалы қазбаларға өте бай ел. Сондықтан осы әлі де ашылмаған кен орындарды зерттеп, кейбір тұрғындар ғалымдардың жұмысын түсінбей жатады. Ашқан жаңалықтың еліміздің минералдық шикізат базасын нығайту мақсатының бірі. Ол яғни сол минералдық шикізат базасын нығайтып, халқымызға, еліміздің экономикасына пайдамды тигізу. Бұл өздеріңіз білесіздер, енді біздің ел үшін геологияның, пайдалы қазбалардың атқаратын рөлі өте жоғары. Өйткені біздің экономикамыз осы пайдалы қазбаларға тікелей байланысты. Сондықтан осы әлі де ашылмаған кен орындарды ашып, немесе бұрынғы кен орындар енді қазір технология дамыған ғой. Соның көмегін, сол жаңа технологияларды енгізіп, минералдық шикізаттық базасын арттырып, осылай бәсекеге қабілетті болып, пайдалы қазбаларды шығару, өңдеу, тиімді өндіру. Міне осындай алға қойған жас маман ретінде мақсаттарым бар.